қанша жерден әкесі ғалым болғанмен де шешесі оқымаған надан болса дейді, ол бала надан болады дейді. Өйткені әйелдің баласы көкірекке, әйелдің көкірегі дүние мүлікке байланса дейді, бала анасын жақсы көреді дейді. Анасының көкірегіне ол да байланады, ол да сондай надан болып шығады дейді. 10 жерден әкесі ғалым болғанмен де деп тұрған. Бізге байланысты екен. Сол үшін білімді әйелден ілімді бала туылады деген сол. Сол үшін бір бала дүниеге келер алдында бір білім алуымыз қажетпіз. Келіндеріңізге үйде кітап оқытыңыз. Классикалық кітаптар, әдеби кітаптар, көп қой қыздар, жігіттер кітап деген. Міне содан қазақ айтылған білімді әйелден ілімді бала туылады. 1 жасқа толғанда баланың құс уақыты дейді. Ананың көңіл күйі тыныш болу керек. Осы кезде нервный система дейді, барлық баланың нервтік жүйесі қалыптаса бастайды. 5 жасқа дейін қарай алмасаңыздар, болды, психологты іздей беріңдер дейді.